Қайырлы күн баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен кальцийге өте бай, нағыз табиғи жолмен дайындалатын холодецтің дайындалу жолымен бөлісемін. Ең алдымен сиырдың аяқтарын жақсылап жуып тазалап алып, суға салып бір қайнатып аламыз. Бір қайнап шыққаннан соң судың бетінің көбігін алып, суымызды төгіп тастаймыз. Екінші рет су құйып, тағы да сиырдың аяқтарын жақсылап қайнататын боламыз. Екінші рет қайнатуымыздың себебі холодеціміз қатты майлы болып кетпес үшін сіздерге 2-3 рет қайнатуға кеңес беремін. Екінші рет қайнап шыққаннан соң тағы да суын төгіп, тағы да үшінші рет таза су құятын боламыз. Үшінші рет қайнататын суымызды аздау етіп құямыз және 2 үлкен ас қасықпен тұз салып 7 сағатқа аяқтарды жақсылап қайнататын боламыз. 7 сағаттан соң сәбізбен қара бұрыш және лавр жапырағымызды салып, тағы да 1 сағаттай қайнатып аламыз. Барлығы жақсылап қайнап пісіп шығады. Пісіп шыққаннан соң осындай қою заттарымызды сүзіп алатын боламыз. Сиырдың аяқтары өте жұмсақ болып, сүйектерінен еті ажырап тұратындай болып, былбырап пісіп шығуы қажет. Енді еттерін сүйектен ажыратып, жақсылап майда етіп, майдалап турап шығатын боламыз. Достар, алдағы уақытта каналыма шыққан жаңа рецептерді жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Барлығын барынша майда етіп турап шығамыз, немесе ет өткізгіштен өткізіп алсаңыздар да болады. Өзімізге ыңғайлы осындай тереңдеу ыдысты алып, ең астына сәбізден саламыз және жасыл бұршақтан қосамыз. Майдаланған еттерімізден салып, үстінен сиырдың сорпасынан қойып шығамыз. Және 5-6 сағатқа холодильникке қалдыратын боламыз. Осымен біздің холодецтеріміз дайын болды. Осылай барлығы қатып шығуы қажет. Видеода көрсетілгендей тарелкамызға аударып аламыз. Холодецті осы күйінше дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Холодецтің құрамында кальций өте көп. Холодец кальцийге өте бай тағамның түрі. Сондықтан холодецті жиі жеп тұруларыңызға кеңес беремін. Міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіздер. Дәмі өте керемет болып шығады. Астарыңыз дәмді болсын.